Ассалаумағалейкум ағайындар. Ағайындар, менің осы әңгімемді де ешбір айтқан жоқ. Бірақ енді өкпелеп қалмаңыздар. Енді бұны бар ғой, мен бұл ұсынысымды бүткіл Қазақстанға айтқым келеді. Қараңыздар, біреулер айтады ғой ағайындар, мысалы аяғымыз ауырады, көп жүрмегеннен деп. Қазір жалқау болып кеттік, неге білесіздер ма? Әкімшіліктен бастайын, мектептен бастайын, және әрбір бағанағыдай сенат депутаттары, үлкен дейтін зәулім үйлердегі ағайындар мекемедегі сырттағы әжетханаға бармайды. Мен әжетхана жасаймын да, кеше есіме түсті. Әрбір жерде көрген жоқпын. Неге жолдағы бізде Атырау Астрахань тас жолында бізде не бар? Әжетханалар. Сол кезде де айттым мен, 2024 жылдары ма екен, 23 жылдары ма айттым. Әкімдерді тіркеп, ол кезде тіркеп білмейді. Осындай әжетхана істейін сіздерге. Қолжетімді бағада. Еще бағанағыдай. Қандай әжетхана болады? Бүткіл Қазақстанда неше әжетхана? Кім біледі оны? Комментария жазып кетіңіздер, келесіде айтам. Ал мына жаңа моряктар бар ғой, мысалы, моряктарда да екі сызық бар ғой. Бүйтіп қарасам көрініп тұр екен. Баяғыда мектептегі киген ба, соны шештім енді, жұмысқа киіп тастауға. Жатыр ғой үйде деп. Сосын мына әжетханалар, әрбір үйдегі әжетханалар, үйдегілер емес, үйде де еріншектер бар. Енді мекемедегілер сыртқа шықсын деген ұсыныс тастаймын. Неге десең, бәрі қазір компьютер кіреді де шықпайды. Сосын барып аяғым ауырады, белім ауырады дейді. Таңертең кешке отырады ғой енді. Көрдіңіздер ма? Сыртта туалет болу керек. Менің туалетім өтсін деп отқан жоқпын, мысалы да. Мен істеймін ғой, әжетхана істеймін, анау-мынау. Ол үшін емес ағайындар. Мынау басқаша да, мысалы. Мынау басқаша тағы да, мысалы. Мынау басқаша да. Бірақ ол үшін емес. Мен мына экономика, бағанағыдай ысырап, су бір басқанда 3 литр ма сондай су кетеді дейді. Және біздің бағанағыдай суға тапшы болып жатырық қой біз. Сол су тапшы болмайық деп сондай бір ұсыныс айтқым келеді. Оны сіздер қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма білмеймін. Бірақ мен өзімнің ойым. Мектепте де солай, әрбір жерге мектепке барасың ғой, мысалы, мен бір рет мектепке бір адамды алуға бардым. Сол кезде мені кіргізген жоқ, сыртқа тұр деп. Мектепке кіргізбейді екен бөтен адамды. Сондай бір көрдім. Сонда неге балдар отырсын, жасөспірім отырсын, бірақ мұғалімдер сыртқа шықсын, даладағы әжетханаға. Сондай бір ой бар да. Ал комментария жазып кетіңіздер, бүткіл әжетхана, қанша әжетхана бар. Сауал да. Ел аман жұртымыз болсын, амандықта болайық. Бүткіл мекемеге, аурухана, емханадағы емделушілер іште отырсын. Бірақ сыртта, мен емханада да бір жатқанда да бір әкеме, шешеме ма бір жерге барғанда, онда да кездестім, Атырау областной больницада. Мен шығайын десем, очередь емханада. Келді де шықты, врач шықты, одан кейін барып медбике шықты. Сонда нелер больницада неде тұр, очередьте тұр да. Алма кезек өмір деген. Амандықта. Комментарий жазып кетіңіздер, ерінбей. Мен тиктогым жабылып қалды ағайындар, бір тикток ашып беруге көмектесіңіздер.